Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін 2-ші сыныптың математика пәні бойынша 77 сабақты қарастырамыз. Оның тақырыбы көбейту мен бөлу өзара кері амалдар деп аталады. Ең алдыменен сабақты қарастырмас бұрын каналға тіркелуді, подписаться батырмасын басуды, комментарий, лайк жазуды ұмытпаңдар. Бұндағы енді бірінші есепті қарастырсақ, суреттерге қарап, мына сұрақтарға жауап бер дейді. А. Әр қатарда 4 шаршыдан болса, онда 3 қатарда неше шаршы бар? Әр бағанда 3 шаршыдан болса, онда 4 бағанда неше шаршы бар? Осы суреттер бойынша 2 көбейтінді жаз және олардың мәнін тап. Теңдіктерді оқы. Көбейткіштерді және көбейтіндінің мәндерін салыстыр. Не байқадың? Қорытынды жаса. Әсінші, 12 санында 4-4-тен неше рет бар? 12 санында 3-3-тен неше рет бар? Бөлінділерді жаз және мәндерін тап дейді. Енді бұны қарап отыратын болсақ, яғни 1-ді 3-ке көбейтетін болса, ол 3 шаршы болса, енді бізде 4 баған болғандықтан, оны 3-ке көбейтіп 12 шаршы дейміз. Және бұлардың орнын ауыстырып 3 көбейту 4 десек те 12-ні береді екен. Сол сияқты әсінде де орындаймыз. Сонда көбейту мен бөлу өзара кері амалдар екені көрініп тұрады. Екінші есепте теңдіктерді зертте дейді, қорытынды жаса. 4 көбейту 3 тең 12, және 3 көбейту 4 тең 12. 12-ден 12-ні 3-ке бөлсем 4, және 12-ні 4-ке бөлсем 3. Яғни көбейту мен бөлуге берілген теңдіктердің өзара байланысын түсіндір дейді. Осыған қарап, мына әсіндегі берілген теңдіктерден байланысты теңдіктер жазу керек екен. Яғни міне 4 көбейту 3 тең 12, бұл асында міне 12-ні 3-ке бөлсем 4, 3-ті 4-ке көбейтсем 12, сол секілді 12-ні 4-ке бөлсем 3 екен. Енді каналға бұрыннан жазылған болсаңыздар, міндетті түрде комментарий жазып, лайк басыңдар. Ал егерде бірінші рет кіріп отырған болсаңыздар, міндетті түрде подписаться батырмасын басып, тіркеліп алыңыздар. Сол кезде сіздерге барлық тақырыптар, БЖБ-ТЖБ-лардың талдаулары бірінші болып көрініп тұратын болады. Енді міне соны қарастырайық. Әсіншісінде 8 көбейту 2 тең 16, 2-ні 8-ге көбейтсем де 16, 16-ны 2-ге бөлсем 8, 16-ны 8-ге бөлсем 2 екен. Яғни бұл жерде нені көре аламыз біз? Яғни көбейткіштердің орнын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні өзгермейді. Және көбейтіндінің мәнін бірінші көбейткішке бөлсек, екінші көбейткіш, екіншіге бөлсек, бірінші көбейткіш шығатынын көре аламыз. Үшінші есепте әрқайсысы 3-ке тең 4 қосылғыштың қосындысын жаз дейді. Қосуды көбейтумен алмастыр, өрнектің мәнін тап дейді. Олай болса, міне 4 қосу 4 деп 3 рет қоссақ 12 болады екен. Оны көбейтумен алмастыратын болсақ, осы 4-ті 3 рет өзін көбейтем деп, яғни көбейту деп жазамыз. Бұл 12-ні береді екен. Сол секілді 5-ті де өзін 3 рет қоссақ 15 болады. Ал 5 көбейту 3 тең деп жазсақ, ол да 15-ке тең болады екен. Енді 4-ші есеп дөңгелектерді пайдаланып бөлуді орында дейді. Яғни 9 бөлу 3-ті, 16 бөлу 4, 18 бөлу 6-ны дейді. 5-ші есепте 4 рет 7 қосылып тұр. Осы қосындының мәнін тап. Осы өрнекте көбейтінді түрінде жаз және оның мәнін тап. Қандай теңдік шықты? Осы теңдікпен өзара байланысты 2 теңдік жаз дейді. Бұл есепті қарастырмас бұрын тағы да лайк, комментарий жазып, подписаться етуді ұмытпаңдар деп ескідеріңе түсіргім келеді. Яғни 4-ші есепте қарайық. Міне 9 бөлу 3 деген, ол бізде 3-ке тең. Бұл үшін міне дөңгелектерді, 9 дөңгелекті нақсап 3-3-тен 3 қатарға бөле алады екенбіз. Ал 16 бөлу 4 деген жерде біз 16 дөңгелекті 4-4-тен 4 қатарға бөле алады екенбіз. Ал 18 бөлу 6 дегенде біз 6-дан дөңгелектерді 3 қатарға бөле аламыз да, сол арқылы бөліндінің мәнін табады екенбіз. 5-ші есепте 4 рет 7-ні өзін қоссақ, онда 28 шығады. Бұны көбейтумен алмастыратын болсақ, 7 көбейту 4 тең 28 деп жазаламыз. Бұлар тура теңдіктер. Енді 4 көбейту 7 деп алсақ та, 28 жаңа айтқандай, көбейткіштерін орнын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні өзгермейді. Ал оны жазғанда біз 4-ті өзін 7 рет қоссақ та, осы тура теңдік 28-ге тең
сан шығады екен. Енді 6-шы есепті қарасақ, кел ойнайық дейді. Мына суретке қара, сағат тілінің бағыты мен бір санынан бастап 2-2-ден қоса отырып, дөңгелек бойымен 2 айналым жаса. Мысалы 1 + 2 тең 3 деп ары қарай осылай сәйкес қарап отырып, әрбіреуіне сәйкес келетін әріптерді теріп алып жазып, балалардың қандай ойын ойнап жүргенінің атауын тауып көр дейді. Яғни міне 1-ден қарасақ А, онан кейін 3-ті қарасақ Қ, ары қарай 5-ті қарасақ С деп ақсерек және көксерек деген ойынның атауы шығады екен. Сау болыңдар.